Сәлем достар, бүгін мен сіздерге ең әдемі және ең дәмді вупи пай тортын жасап көрсетемін. Ең алдымен мен тортты жасау үшін екі бөлімге бөліп қарастырамын. Бірінші бөлімінде бисквит дайындаймыз. Ол үшін қажетті заттар: шоколад, какао, 5 жұмыртқа, ұн, қант, разрыхлитель және май қажет. Ал екінші бөлімінде крем дайындау үшін творожный сыр, маскарпоне сыры, қант ұнтағы, яғни сахарная пудра, содан кейін сливки қажет. Алдымен 80 грамм майды табаға салып, шоколад екеуін ерітіп аламыз. Яғни шоколадымыз 150 грамм. Мен шоколадтың мынадай түрін пайдаланып тұрмын. Яғни бұл дүкендерде сатылады, қара шоколад. Шоколад пен майды қайнап тұрған судың бетіне қойып ерітуге болады, немесе микроволновкаға салып еріте аламыз. Шоколадымызды ерітіп болдық. Енді 10-15 минуттай суығанын күтеміз. Таза әрі құрғақ ыдысқа құрғақ сместерімізді саламыз. Ұн, одан кейін разрыхлитель, какао. Осы үшеуін салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Ендігі кезекте жұмыртқамызды жарып, оны миксермен араластырамыз. Яғни менде жұмыртқа кішкентай болғандықтан 5 жұмыртқа қолданып тұрмын, ал сіздерде үлкен жұмыртқа болса 4-еуін қолдануға болады. Енді осы жұмыртқаларды жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Жұмыртқаны араластырып болдым. Енді оның үстіне 160 грамм қантты қосамын. Және жақсылап тұрып араластырамын. Араластырып болдым. Енді оның үстіне суыған шоколадымызды саламыз. Яғни шоколадымыз ыстық күйінде салмауымыз қажет, себебі жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Шоколадымыздың барлығын салып болдық. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Миксерлеп болдық. Енді оның үстіне құрғақ сместерімізді ұн елегіштің көмегімен елейміз. Миксерлеп болдық. Енді осы дайын болған бисквитімізді арнайы қағаздарға саламыз. Арнайы тортты пісіретін қағаз, яғни бумага для выпечки, соған өзіміздің тортымыздың өлшемін сызып аламыз. Яғни біздің тортымыздың өлшемі 20 сантиметр болу керек. Осылайша ішкі жағымен сызып аламыз. Яғни бізге 4 қабат керек. 4 өлшем етіп алдық. 4 қабат шықты бізде. Енді сызылғаннан кейін екінші қарсы бетін аламыз. Оның үстіне бисквитімізді саламыз. Арнайы құралдың көмегімен осылай етіп жағамыз.
осылай біркелкі етіп жағып аламыз. Қалған 4 қабаттарды да осылай етіп жасаймыз. Осылай етіп 4-еуін жасап аласыздар. Бисквитімізді газдың пешіне қойып пісіреміз. Айтып кететін жайт, әр үйде пеш әртүрлі болғандықтан градустары өздеріңіз қалауынша қоясыздар және оны піскенше қарап отырасыздар. Енді мынадай қағаздың бетіне неше түрлі фигуралар саламыз, яғни дөңгелек фигуралар. Бұл фигуралар қазір тортымыздың бетіне әшекейлеуге қажет болады. Қалған бисквитімізді мынадай арнайы қорапқа саламыз. Арнайы мынадай ыдысқа салдық. Енді дөңгелектердің үстіне құйып шығамыз. Осындай печеньелер жасап аламыз. Оны ыстық пешке қоямыз. Ендігі кезекте крем жасауға кірісеміз. Ол үшін 500 мл сливкиді құямыз. Яғни ол үшін мынадай ыдысқа құйып өлшеп алуымызға болады. Таза ыдысқа құямыз да оны жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Сливкиді миксермен араластырған кезде жылдамдығын төменнен жоғарылата отырамыз. Біздер сливкимізді миксерлеп болдық. Міне осылай болып шығу керек. Одан кейін оның үстіне разрыхлительді електен өткіземіз. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. 2 минут араластырамыз. Араластырып болдым. Яғни біздер сливкидің үстіне 100 грамм қант ұнтағын қостым. Енді оның үстіне творожный сырды қосамын. Яғни бұл 150 грамм. Творожный сырды араластырам миксермен. Араластырып болдым. Енді оның үстіне маскарпоне сырын қосамын. Яғни бұл сыр 150 грамм. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Дайын болған кремімізді арнайы қорапшаға салып, енді қабаттардың үстіне дөңгелетеміз. Мынандай подложкамызды қоямыз. Бисквитіміздің жылжып кетпеуі үшін үстіне крем жағамыз. Оның үстіне піскен бисквиттерімізді қоямыз. Жақсылап орналастырып аламыз. Содан кейін мына құрал арқылы шариктерді салып шығамыз. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Енді оның үстіне екінші қабатымызды саламыз. Осылайша 4 қабатымызды бірін үстіне бірін орналастырамыз. Болғаннан кейін шоколадный ганаш жасаймыз. Ол үшін 50 грамм сұйық майды 100 грамм шоколадқа ерітеміз. Оны дайын болған тортымыздың үстіне құямыз. Close till
I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ендігі кезекте дайын болған тортымызды әсемдейміз. Ол үшін пісірілген печеньелерді, мынадай печеньелерді ортасынан бөлеміз. Орталарынан бөліп аламыз. Торттың бетіне орналастырамыз. Орналастырып болғаннан кейін мынадай дөңгелектерді, әдемі дөңгелектерді бетіне шашамыз. Содан кейін мынадай жүрекшелерді үстіне себелеп шығамыз. Достар, менің рецептімен жасалынған Whoopie Pie торты дайын болды. Өте әдемі және өте дәмді. Егер де менің рецептімен торт жасайтын болсаңыздар, торт өте әдемі шығады және сіздердің жақындарыңызға ұнайды деп ойлаймын. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алуыңыз үшін міндетті түрде подписаться мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.